Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі видеомызда 5 сынып математика 290 БЖБ нөмірі 1 2 нұсқа видеосы. Лайк басып, комментарий қалдарыңыздар, достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Видеоның астында, егерде мұғалімдер көріп отырған болса, осы сұрақтардың Word түріндегі варианты бар. Соның сұрақтарын сандарын өзгертіп, өз оқушыларыңызға БЖБ алсаңыздар болады. Сұрақтар мінекей осындай 3 қана сұрақ. Жай бөлшектерге амалдар қолдану тақырыбына байланысты болмақ. Сондықтан видеоны соңына дейін қарасаңыздар, жақсылап түсініп аласыздар, сонымен өз бақылау жұмыстарыңызды өздеріңіз орындай аласыздар деген ойдамын. Бастайық. Бірінші сұрақ өсу ретімен жазыңыз дейді. Мына жерде берілген сандарды өсу ретімен жазуымыз керек. Егерде натурал сандар болса өсу ретімен жазу оңай болушы еді. Мына жерде барлығы енді жай бөлшек сандар. Жай бөлшек сандар өздері түрлері бар, яғни дұрыс бөлшек болуы мүмкін, бұрыс бөлшек болуы мүмкін, одан аралас сан болуы мүмкін. Аралас сан дегеніміз бүтін бөлігі және бөлшек бөлігі бар сандарды айтамыз. Яғни бұл жерде мына 1/4 деген аралас сан болып тұр, және 2/5 аралас сан болып тұр. Сосын кейін 5/2, егерде мынау астында тұрған санды біз бөлімі деп айтамыз. Бөлімі деп айтамыз. Ал үстінде тұрған санды алымы деп айтамыз. Сонда алымы 2, бөлімі 5, 5/2. Бұл дұрыс бөлшек. 2/1 дұрыс бөлшек. 4/3 дұрыс бөлшек. Ал 2/5 бұрыс бөлшек. Неге деп ойлайсыздар? Өйткені мынау алымы бөлімінен үлкен. Егерде алымы бөлімінен үлкен болса, оны біз бұрыс деп айтамыз. Біз барлығын жай бөлшекке айналдыруымыз керек. Яғни аралас сандарды осындай жай бөлшекке айналдыруымыз керек. Бірінші өзгертусіз жазам. Яғни 5/2, сосын кейін 2/1, сосын кейін 4/3, сосын 2/5 нүктелі өтір. 1/4 деген санды, аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру үшін мына 4-ті 1-ге көбейтеміз. Шыққан санға мына 1-ді қосамыз. Яғни 4-ге 1-ді көбейтсек 4, 1-ді қоссақ 5. 4/5 деген сан. Енді мынау бөлім өзгеріссіз жазыла береді балалар, 5 болып. 5-ті 2-ге көбейтеміз 10, 10-ға 2-ні қоссақ 12. Міне барлығын біз жай бөлшек түріне келтіріп алдық. Енді жай бөлшектерді салыстырған кезде не бөлімі, не алымдар бірдей болуы тиіс. Бізде әртүрлі көріп тұрғандарыңыз, алымдары да әртүрлі, бөлімдері әртүрлі. Сол бөлімдерін бірдей қылып алуымыз керек. Бөлімдерін бірдей қылып алу үшін біз ең кіші ортақ еселігін табуымыз керек. Яғни 5-ке де бөлінетін, 2-ге де бөлінетін, 4-ке де бөлінетін санды табуымыз керек. Оны табудың жолдары бар. Ең кіші ортақ еселік сабағында мен түсіндірген болатынмын. Сол видеоны қарасаңыздар болады. Немесе былай, 5-ке де 2-ке де 4-ке бөлінетін сан. Мысалы 60 деген санда бөлінеді 5-ке де 2-ке де 4-ке. 120 дегенде санда бөлінеді 5-ке де 2-ке де 4-ке. 80 дегенде санда. Бірақ солардың арасындағы ең кішісі балалар, ол бізде 20. 20 саны 5-ке де бөлінеді, 2-ке де бөлінеді, 4-ке де бөлінеді. Яғни осының бөлімдерін барлығын 20 санына келтіруіміз тиіс. Енді оны қалай келтіреміз? Біз бөлшектің анықтамасын қолданамыз. Яғни жай бөлшектің алымына да бөліміне де бірдей санды көбейтсек, ол бөлшек өзгермейді. Яғни мына 5-ті 20-ға келтіру үшін мен алымында бөлімінде 4-ке көбейтем. Мінекей. Ал 2-ні 20-ға айналдыру үшін алымында бөлімінде 10-ға көбейтем. 4-ті 20-ға айналдыру үшін алымында бөлімінде 5-ке көбейтем. 2-ні 20-ға айналдыру үшін алымында бөлімінде 10-ға көбейтем. Мына 4-ті 20-ға айналдыру үшін алымында бөлімінде 5-ке көбейтем. Мына 5-ті 20-ға айналдыру үшін алымында бөлімінде 4-ке көбейтем. Сондай байқасаңыздар, бөлімдерінің барлығы қазір 20 болады. Мынау да 20, мынау да 20, 20, 20, 20, сосын кейін тағы да 20. Берілген 6 санның барлығының 3 бөлім бар. Енді алымдарын есептейтін болсақ, 4-ке 2-ні көбейтсек 8, 1-ге 10-ді көбейтсек 10, 3-ке 5-ті көбейтсек 15, 5-ке 10-ды көбейтсек 50, 5-ке 5-ті көбейтсек 25, 12-ке 4-ті көбейтетін болсақ 48. Енді бөлімдері бірдей болған кезде сандарды салыстыру оңайға түседі. Яғни алымдарын ғана салыстыра саламыз. Яғни алымдардың ең қайсысы үлкен, соны өсу ретімен жаз десе, онда кішісінен бастауымыз керек қой. Ең кішісі бұл жерде көріп тұрғандарыңызға 8. Яғни 20-дан 8 орында тұра береді деген сөз. 20-дан 8. 8-ден кейінгісі әрине 10. 20-дан 10. 10-нан кейінгісі 15. 20-дан 15. 15-тен кейінгісі 25. Яғни 20-дан 25. 25-тен кейінгісі 48. 20-дан 48. Сонан соң 50. 20-дан 50.
Енді одан кейін сандардың өзін қайтадан жазуымыз керек бұл жерде. Яғни 20-дан 8 деген жаңағы біздің 5-тен 2 ғой. Өзгерісі жазылды. 5-тен 2 ең кішісі. 20-дан 10 дегеніміз жаңағы 2-ден 1. 2-ден 1. Ал 20-дан 15 дегеніміз бұл 4-тен 3. 4-тен 3. Ал 20-дан 25 дегеніміз ол көріп тұрғандарыңыздай 4-тен 5. Ол жаңа 1,4-тен 1 болатын. 1,4-тен 1. Ал 20-дан 48 дегеніміз мінекей. 20-дан 48 ол 2,5-тен 2. 2,5-тен 2. Ал 20-дан 5 дегеніміз, 5 деп жазып қойыппын ғой, мынау 50 ғой. 20-дан 50. 20-дан 50 дегеніміз жаңағы 2-ден 5, ол бізде 2-ден 5 деп жазып қоя салайық. Міне берілгенде тұрған сандарды осылайша өсу ретімен жазып қоямыз. Ал алғашында оны бөлімдерін бірдей қылып алып, өзіміз өсу ретімен жазуымыз керек. Мінекей балалар, осындай тапсырма түсінікті айттым деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болмаса да комментарий 3-4 сөзден тұратын комментарий жазсаңыздар күшті болушы еді. Жалғастырайық. Екінші тапсырма есептеңіз дейді. Мына жерде бізге 6 тапсырма берілген тағы да. Барлығын қазір көрсететін боламын. Өте жақсы тапсырмалар. Яғни 14-тен 3. Бұл жерде қандай амал орындап жатырмыз? 14-тен 3 деген жай бөлшек санды 7 деген натурал санға көбейтіп жатырмыз. Бұны жай бөлшекке жай бөлшекті көбейтуге айналдырып алуымыз керек. Яғни 14-тен 3 натурал санды әрқашанда жай бөлшекке айналдыруға болады. Біз бөліміне 1 қоя саламыз. 7 бөлінген 1, 1-ден 7 ешқандай айырмашылығы жоқ. Егер де жай бөлшек сандар көбейтіліп тұрса, алымында және бөлімінде тұрған сандарды қысқартуға болады. Яғни екеуінде бір санға бөлуге болады. Балалар, бөлу болғанда емес, қосу болғанда емес, азайту болғанда емес, тек қана көбейту болғанда. Яғни мына екі санды 7-ге бөлем. 7-ні 7-ге бөлсе 1, 14-ті 7-ге бөлсе 2. Сонан соң алымында тұрған санды алымына, яғни мына 2-ні 1-ге көбейтеміз 2, 3-ке 1-ді көбейтеміз 3, 3 бөлінген 2. Бұл аралас санды, бұл бұрыс бөлшек санды аралас санға айналдыруға болады. Яғни 2-ге 1-ді көбейтетін болсақ 2, оған қаншаны қоссақ 3 болады? 1-ді қоссақ 3 болады. 1,2-ден 1, 2-ден 3 айырмашылығы жоқ. Келесі Б. 2,7-ден 1 санын 1,5-ден 2 санына көбейту керек. Аралас сандарды балалар бір-біріне көбейте алмаймыз, аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. 7 өзгерісі жазылады. 7-ге 2-ні көбейтсек 14, 1-ді қоссақ 15. Көбейтілген 5, 5-ке 1-ді көбейтсек 5, 2-ні қоссақ 7. 5-тен 7. Тағы да жаңағыны жай бөлшек сандарды көбейту ережесін қолданамыз. Алымында и бөлімде тұрған сандарды қысқартуымызға болады. Яғни мына екі санды 7-ге бөлетін болсақ 1-1-ден, ал 15 пен 5-ті 5-ке бөлетін болсақ, мына жерде 3, мына жерде 1 қалады. Сонда байқап тұрғандарыңыздай 1-ге 1-ді көбейтсек 1, 3-ке 1-ді көбейтетін болсақ 3, ал 3-ке 1-ді бөлсек 3. Осыны 3 күйінше жазып қоямыз. Келесі В сұрағы 57-ден 6, 12-ден 9. Тең болады. Енді тағы да қысқартуды орындасақ болады. Бұл жерде аралас сан болып тұрған жоқ, дайын түрде жай бөлшек болып тұр. Яғни 6-ны да 12-ні де 6-ға бөле алам. Бұлай болады. Ал 57 мен 9-ды 3-ке бөле алам. Екеуінде 3-ке бөліп тастау керек. Мына жерде 19 болады, мына жерде бізде 3 болады. Енді алымына бөлімін бөліне көбейтемін. 19-ды 2-ке көбейтемін, 20, 18, 38. 3-ке 1-ді көбейтетін болсақ 38-ден 3 жауабын аламыз. В-дан соң біз Г есебін шығарайық. 7-ден 3 бөлінген 6. Тағы да біз жай бөлшек саны мен натурал сан арасындағы амалды орындап жатырмыз. Бұл жерде бөлу амалы. Біз жаңағыдай 6 санын жай бөлшекке айналдыруымыз керек, яғни 1-ден 6 деп жазып қоямыз. Балалар, жай бөлшектерді бөлуде мынаны есте сақтаңыздар. Бөлу амалы сол санға кері санға көбейту айырмашылығы жоқ. Яғни бөлу амалы дегеніміз ол көбейту амалы деп жазсақ болады, бірақ 1-ден 6 деген санның керісіншесін жазуымыз керек. 6-дан 1 деп. Яғни бөлу амалын көбейту амалына айналдырамыз. Өйткені бөлу мына санның керісіншесіне көбейту дегенді білдіреді. Енді 6 бөліміне түсіп кеткен екен, 3 пен 6-ны қысқартуға болады. Екеуінде 3-ке бөлсек, мына жерде 1, мына жерде 2, сәйкесінше 7 жердегі 2, 14, 1 жердегі 1, 1, сонымен 14-тен 1 жауабын аламыз. Сосын кейін Д сұрағы 1,9-дан 7 бөлінген 5,3-тен 1.
Тағы да аралас сандар, міндетті түрде аралас сандарды бұрыс бөлшекке айналдыруымыз керек. 9 жерде 1 9 7-ні қосатын болсақ 16, әзірге бөлу болып тұра берсін. 3-ке 5-ті көбейтсек 15, 1-ді қоссақ 16. Бөлу амалында ешқандай қысқартуды орындамаймыз, естеріңізде болсын. Бөлу амалын көбейтуге айналдырып, 3-тен 16-ны керісінше 16-дан 3 деп жазамыз. Сонда қысқартуды орындасақ болады. 16 мен 16 қысқарып кетеді. Жазсақ та жазбасақ та болады, бұлай 1-1 деп. 9 мен 3-ті 3-ке қысқартамыз. Мына жерде 1, мына жерде 3. Кейде балалар осындай кезде шатасады. Яғни дәл осы жағдайда балалар көбінесе бұлай жауабын 3 деп жазып қояды. Мынау жалғыз 3-ті көреді дағына, басқа ешқандай сан жоқ екен көбейтілетін дейді дағына 3 деп қояды. Ол дұрыс емес. Біз бірінші бөлшек сызамыз. Алымына көбейтеміз. Яғни 1-ге 1-ді көбейтсек 1, 3-ке 1-ді көбейтсек 3. Сәйкесінше 3-іміз бізде бөлшектің бөлімінде, алымында емес. Егерде 3 алымында жүрген болса, мына жақта 1. Ал астының бәрі 1 болатын болса, онда жарайды, жауап 3 болады. Мына жағдайда біздің жауабымыз 3-тен 1 болады. Ең соңғысы 25-тен 6. 25-тен 6 бөлінген 5-тен 3. 25-тен 6-ны бөлу амалын көбейту амалына айналдырып, 3-тен 5 деп керісінше қылып жазамыз дағына, қысқартуды орындаймыз. 6-ны 3-ке бөлетін болсақ 2, мына жерде 1, 25-ті 5-ке бөлетін болсақ 5 болады. Алымына бөліміне 5-ке 1-ді көбейтсек 5, 2-ге 1-ді көбейтетін болсақ 2, 5-тен 2 деген жауапты алдық. Мінекей балалар, осындай қарапайым ғана тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Жалғастырайық. Келесі нөмірі 3-ші тапсырма. Бірінші күні барлық қардан жолдың 12-ден 7-сін тазалады, ал екінші күні бірінші күнгіден 4-тен 1-ге кем тазалады. Екі күнде қардан барлық жолдың қандай бөлігін тазаланды, жолдың қандай бөлігі қалды дейді. Енді балалар, біз жұмыстың көлемі, жолдың толық ұзындығы берілмеген болатын болса, біз оны 1 деп аламыз. Сонда сол 1,12-ден 7-сін тазалаған ғой. Ал екінші күні бірінші күнгіден 4-тен 1-ге кем тазалады. Қараңыздар, бірінші күні 12-ден 7 бөлігін тазалады. Қараңыздар, ал екінші күні бірінші күнгіден 4-тен 1-ге кем тазалады. Яғни 12-ден 7-ден біз 4-тен 1-ді азайтайық. Сонда ортақ бөлімімізде 12 болады. 12-ні бөлеміз 12-ке 1, 12-ні 4-ке бөлеміз 3, 7-ге 1-ді көбейтсек 7, 3-ке 1-ді көбейтсек 3. Сонда 12-ден 7-тен 3-ті азайтатын болсақ 4 деген жауапты. Оны қысқартуға да болады. 4-ке бөліп 4-ке бөлсе 1, 12-ні 4-ке бөлсе 3. Сонда 3-тен 1. Екінші күні 3-тен 1 бөлігін тазалаған екен. Енді екі күнде қанша бөлігін тазалады екен қосайық. Бірінші күні 12-ден 7 бөлігін, екінші күні 3-тен 1 бөлігін, ортақ бөлімге келтіретін болсақ тағы да 12. 12-ні 3-ке бөлетін болсақ 4. 12-ні 3-ке бөлетін болсақ 4, 12-ні 12-ке бөлетін болсақ 1, 7-ге 1-ді көбейтетін болсақ 7, 4-ке 1-ді көбейтсек 4, сонда 12-ден 11 дейік. Мінекеңіздер. Енді екі күнде 12-ден 11 бөлігін тазалады, ар жағында 12-ден 1 ғана бөлік қалды. Түсініп тұрсыздар ма? Барлық жолды 1 деп алатын болсақ, 1 деп, сол 12-ден 11 бөлігін азайтайық. 1-ді біз 12 бөлінген 12 деп жазсақ болады. Бөлімдері бірдей болу үшін. Сонда ортақ бөлімі 12 болады. 12-ден 11 болсақ 1. Яғни жолдың осындай бөлігі қалды. Мынау бірінші сұрақтың жауабы. Екі күнде қардың барлық жолдың қандай бөлігін тазалады? Мынау екінші сұрақтың жауабы, қалғаны қандай бөлігі қалды деген. Мінекей балалар, осындай қарапайым ғана тапсырмалар барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Каналға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен болған Заңғарағай, келесі кездескенше.